Достар, күндарыңыз қалай? Бүгін атамның 40-ны белектеп дайындалып жатырық. Үйлерін жасап жатырық. Табысым бар қайнапалармен жасап жатырық. Дайындық үстіндеміз. Үстел жасалу процесінде осындай Камила рестораны Қарағанды облысында, Қарағандыда. Осылай шетпегі, несі, бұтсы, құрттырымшығын қойып жатырық. Осылай. Көптеген рахметімізді айтамыз. Адамдарыңыз қауіптан болсын. Біз әкем жайын айтатын болсақ, әкеміз ұрпағының алдында өз борышын ақтап, төрт қызды ежеткізіп, анамыз екеуі тәрбиелеп, үлкен жолға салып кетті. Бұл тәрбиенің арқасында барлығымыз үлкен білім алдық, жоғарғы оқу орнын бітірдік. Осы Қарағанды шаһарында барлығымызды ұстаздық жолға үйретіп, тәрбиелеп кетті. Әкеміз кішкентай ғана ауылда тұрып, өз ісінің маманы болды. Үлкен ел ағасына айналды. Әкеміз бір адамға ешқандай ауыртпалық сөз айтқан жоқ. Тек қана жүретін адам еді. Енді айтайын деген әкеміздің жақтан келген жайлар отырарлық қозғау өсін. Атталған анамызға, ұрпақтарына үлкен көңіл естейміз. Барлықтарыңызға анамыздың атынан, халық шағасының атынан үлкен рахметімізді айтамыз. Адамдарыңыз сауапты болсын. Рахмет сіздерге. Бір енді соғыл хабар келді, 00 деген машинаны алып тастаса да, мына жақтан мектептен шамы жатыр, оны мектепке алып жауып қойыпты. Үй болды, балалы болды, соның тойында да бәріндегі бірлі болып, бірлі көрдік, алдық, үлкені болып, ұсалатын соң еріп жүретін, олар мені еріп жүретін, сіз ақсақал соңыздан еріп жүрдіңіздер. Кішкентай жастар алтын үлкен олардан жүрдіңіз. Мінекей, Алланың разы болып, өздік, көп болдың, ауылдық мемлекет көрдік, артында бала шағалары бар. Немере сүйді шөйлі дейістеді. Арманын енді арман орындалар ма? Қызмет істеп жүргенде бір адаммен ұрысып, әйтпесе бір адаммен сөз сөйлеген жоқ. Жай айтып, жай нетіп қоя беретін маған. Көп өзім алты уақытта көрген жоқ жоқ атақты күні. Сондай жақсы адам керек деп қимағанмен бола ма өзің
Allah жатқан жері бәрі топырақ торқа болсын. Артына қалған болашаққа саман болып, әкелерінің жасымаған жасын, өрмеген қызықтарын көрсін. Allah солардың ортасында аман-есен солардың қызығын көріп, солардың қызығын көріп көресін. Емелеген сөйлесін. Етері алда Öğrenmenin katran yeri değerli toprak torku olsun, hamurlu olsun. Rahmet. Сол бір ауылда, одан кейін қатар ауылда бірге өмір өмір бойы осымен сыйласып өтті. Енді сондай жұмсақ ешбір адаммен әзір сөзге болған емес ол. Қашанда қарамағында, алдыларында үлкендерден кішіге де сыйлы болды. Жастарға өзін өзенде өте енді айтарымыз артында қалған ұрпақтары бұлардың бәрін осы уақытта жеткізді. Соларға Алла тағала ғұмыр берсін, Алла сегізімізге Алла денсаулық берсін. Сегіз осы олардың қызын көріп, шөберіміздің көріп, орталарында отыр өзіміз дейміз. Жаққан жер ғарып қой, ғанатта olsun. Dostlar, Kur'an'da berdik. Endi özümüzün avluga yolga chiqdik. Yol amanligini bersin deb qaytib boramiz.